Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз бойынша сұрақтар қойып өтейін, жалпы сабаққа байланысты. Бүгінгі сабақта негізінен сәндік қолданбалы өнер бөліміне өтеміз. Осы сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не екен? Бұл сұраққа жауап береміз. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не? Нұрға жауап береміз. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз әр халықтың өз өнері бар. Ол әр адамның өзінің қолынан жасалған бұйымдар, неше түрлі әшекейлер және де өз қолынан жасалған түрлі киюге, ойнауға арналған заттар. Және де оны тұрмыс тіршілікке қолданылатын заттар. Я тұрмысымызға қолданылатын, күнделікті тұрмысқа қолданылатын және киімдер, тұрмысқа қажетті түрлі жаңағы бұйымдар, осылардың бәрі сәндік қолданбалы өнер түрлеріне жатады отырамыз. Енді осы бүгінгі өтетін сабағымызды бастаймыз, қыздар. Мұқият зер салып қараймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тоқу өнері, ілмекпен тоқу тәсілдері мен техникалар деген жаңа сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақта біздің білетініміз, сабағымыздың мазмұны, сендердің білетіндерің әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы білу және түсіну. Және не білетіндерің дәстүрлі қолөнер түрлері, дизайн туындыларының әлемдік және ұлттық ерекшеліктерін анықтау. Осы мәліметтерді бүгінгі сабақта аламыз. Енді тоқу өнері. Тоқу өнері. Біздің сабағымызда тоқу өнері әлем халықтары мен қазақ халқында өте ертеден дамыған қолөнердің негізгі түрлерінің бірі. Енді бұл тоқу өнерімен кез келген тоқуға ынталы адам тоқу өнерін меңгере алады дейді. Және бұл тоқу өнері қол өнерінің ішіндегі өте оңай, тұрмыс адамзатқа өте қажетті өнердің бірі екен. Енді осы тоқу өнерін қолдана отырып, біз қандай тоқыма бұйымдарын дайындаймыз? Бірінші, киімдерді дайындаймыз. Түрлі ер адамдарға, қыз балаларға, кішкене балаларға, үлкендерге күнделікті киетін тоқыма киімдерін тоқуға болады екен. Және тұрмысқа қажетті қазіргі заманауи стильдегі әртүрлі тұрмысқа қажетті бұйымдарды тоқуға болады екен. Мына жерден көріп тұрсыңдар, жастықшаларды тоқуға болады екен. Және бас киімдер тоқуға болады, аяқ киімдер тоқуға болады екен. Тұрмысқа қажетті әртүрлі сәндік бұйымдарды тоқып алады екенбіз. Сонымен бірге тоқу өнері кез келген адам, ынталы адам игере алады дедіге. Кішкене жас балаларға, кішкене балаларға киімдер тоқуға болады. Мына жерде көріп тұрғандарындай кеудеше, қыздардың кеудешесін тоқыған көріп тұрмыз ғой, кеудеше. Бұл кеудеше әртүрлі өрнектермен өрнектелген және өте өнердің керемет бір туындысы деп айтуға болады, қайталанбас, керемет етіп жасалған қолөнер бұйымы, тоқыма бұйымы. Және қазіргі заманға лайықты, тұрмысқа қажетті заманауи сөмкелер тоқуға болады екен. Және де үй жануарларына арналған әртүрлі жылы киімдерді тоқуымызға болады екен. Енді осы тоқу өнері қашан пайда болды деген сұраққа, тоқымашылық өте ерте заманнан келе жатқан
өнер көбіне біз тоқу үшін жануарлардың жүндерін, сүйектерін қолданамыз, жүндерін тоқымаға қолданамыз. Бұл жерде айта кететін нәрсе, біздің қазақ халқымыз мал шаруашылығымен айналысады. Мал шаруашылығымен айналысқанда қойдың жүнін пайдаланамыз, түйенің жүнін қолданамыз, түйенің қылын пайдаланамыз тұрмысқа, содан кейін ешкінің қылын жүнін пайдаланамыз. Ол жаңағы сүйектерін, мысалға, малдың сүйегінен әртүрлі осы тоқыма тоқуға арналған біздерді, бірдекештерді сол сүйектерден жасаған екен. Бұл тоқыма бұйымдары жылуды жақсы ұстайды және жұмсақ, адамның денесіне өте жағымды болып келеді. Қандай талшық жаңағы малдың жүнінен алынған киімдерді тоқимыз дедік қой, жүннен. Бұл қандай талшыққа жатады? Табиғи талшыққа жатады екен. Енді осы тоқуға қажетті құралдар. Тоқуға қандай қажетті құралдар бар екен? Тоқуға бірінші жіптер қажет. Содан кейін жаңағы жіптерді айтып қой, тоқыма жіптер, табиғи жіптер және синтетикалық жіптер дедік. Осындай бөлінетін. Тоқу үшін бізге ілмек біз қажет. Содан кейін тоқу үшін білдекеш дейді, немесе кейде тоқыма сым деп айта береміз, біз өзіміз. Осындай құрал саймандар керек екен. Бұл жерде ескеретін нәрсе, тоқыма ілмек бізбен тоқыған кезде, тоқыма жіппенен ілмек біздің несі жуан жіңішкелігі қандай болу керек? Бірдей болу керек. Жуан жіппен тоқитын болса, жуан білдекешпен тоқиды екенбіз. Ал жіңішке жіппен тоқитын болса, жіңішке білдекешті қолдануымыз керек. Ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Оқулықтарымызды ашамыз қыздар. Оқулықтарымыздың 34-35 бетті ашып, бүгінгі тақырыпты көреміз. Бұл жерде суреттер көрсетілген, осы біздің бүгінгі сабағымызға байланысты суреттер көрсетілген тоқыма бұйымдары. Бірінші тұрған сурет. Қазіргі заманауи әдістерді қолдану арқылы тоқыма сәнді сөмке, яғни тоқыма әдісі қолдану арқылы жаңағы сөмке жасады. Өте сәнді сөмке, қазір заманауи сөмке. Одан кейінгі бас киім. Бұл бас киім осы тоқу әдісін қолдану арқылы өрнектеліп жасалынған сәнді бас киім екен. Одан кейінгі суретте көрсетілген кеудеше. Бұл кеудешеде ілмекпізбен тоқу арқылы әртүрлі ою өрнектерді қолдану арқылы жасалынған жұмыс тоқуға бұйымды. Және төртінші суретте осы тоқыма өнерін қолдана отырып жасалынған ойыншықтар. Яғни тоқу әдісін қолдану арқылы жұмсақ ойыншықтарды да жасауға болады екен. Енді зерделеу бөлімі. Бұл жерде бірінші сұрақта бұйымдар қандай тәсілмен орындалған деп ойлайсыңдар дейді. Екінші, тоқылған киімдерің бар ма? Және олар туралы айтып беріңдер дейді. Осы сұрақтарға жауапты асықпай отырып жазып келесіңдер дәптерлеріне. Енді тоқу өнері туралы оқулықтарымызда мәлімет берілген екен. Тоқу сәнді қолданбалы өнердің бір түрі. Қолмен тоқылған бұйымдар өзгешелігі және даралығымен ерекшеленеді. Тоқу өнер болумен қатар адамның өзіндік стилін танытады. Енді осы жерде сұрақ. Адамның өзіндік стилі дегенімізді қалай түсінеміз? Ойларымызды айтамыз, ойларымызды. Адамның өзіндік стилі дейді. Адамның өзіне ұнайтын өзіндік стилі болады. Және де ол кең түрде және де басқаша түрлерде де болады. Әр адамның өзіндік стилі болады. Нұргүл, сен айтады. Дұрыс. Адамның өзіндік стилі дегеніміз әр адамның өзіне ұнайтын стиль, яғни тоқу әдісі түрі болады. Адам кейбіреулерге
өрнекті түрмен, кейбіреулерге түрлі түсті түрмен, кейбіреулерге ашық түсті, кейбіреулерге жабық түсті стильдер ұнайды. Әркімнің өзіне ұнайтын стилі бар. Стиль дегеніміздің өзі жаңағыдегі киген сабақтарда өтеді. Стиль дегеніміздің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Әр адамның өзіне ұнайтын таңдаған стилі болады. Отырауға Нұрлан жақсы, өте жақсы керемет. Отырауға Нұрлан бүгін өте жақсы жауап беріп отыр. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сендерге тапсырма. Жаңағы осы өткен сабақ бойынша тапсырмалар беремін. Сол сұрақтарға жауап береміз. Тапсырма береміз, соған жауап береміз. Әлемдік мәдениет пен қазақ халқының ұлттық мәдениетіндегі сәндік қолданбалы өнердің түрлері мен тәсілдерін ажыратамыз дейді. Әлемдік мәдениет пенен әлемдік өнер менен біздің қазақ халқының ұлттық мәдениет пен сәндік қолданбалы өнердің қандай бір-бірінен айырмашылығы бар дейді. Кім? Нұрай жауап беру. Әр өзінің қандай басқа ұлттардан ерекшелігі болады? Қазақ халқы сүйектен және тоқу, ағаш өнері, кесу ойып жасайды. Ал басқа елдер әртүрлі қазақ халқынан басқа заттарды істейді. Өздерінің тұратын жеріндегі қажетті материалдарға байланысты өздерінің бұйымдарын жасайды. Екінші сұрақ отырады. Сәндік қолданбалы өнердің қандай түрлерін білесіңдер? Айта бар. Тоқу ою, тоқу, ағаш ою, сүйек ою, киіз басу, тағы да басқа түрлері бар. Яғни, ши тоқу деген өнеріміз бар ма? Қазақтың ши тоқу өнері бар, тоқма тоқу өнері бар, ағаш ою өнері бар, ағаш ою өнері бар, серімен жұмыс жасайтын ою өнері бар. Енді осы үшінші сұрақ. Қолданбалы өнер бұйымдарын жасауда қандай материалдарды қолданамыз дейді? Айта ғой. Тоқма құралдары, ағаш, тастар, металл, тері, тағы да басқа. Енді біз отырамыз. Мысалға, ағаштан тұрмысқа қажетті қандай бұйымдар бар? Үйлеріңізде тұрмысқа қажетті ағаштан қандай бұйымдар істеген қолдан? Ағаштан не айтамыз? Тұрып айтамыз, қол көтеріп тұрып айтамыз. Ағаш қасықтар. Ағаш қасықтар. Және де ағаш орындықтар. Иә. Ағаш ыдыстар. Ағаш ыдыстар бар. Ағаш тостақтар жасаған. Сандық жасаған, үйлерімізде күбі бар ма? Айтсетін? Күбі жасаған, күбі жаңағы спирмен жасаймыз, ағаштан жасалған. Ер тұрман жасалма ма ағаштан? Ер. Аттың ерін жасаймыз, содан кейін тағы қандай бұйымдар? Мысалға, ең негізгісі мына қазағымыздың киіз үйінің сүйектері неден істелінген? Ағаштан жасалған, оның арнайы ағаш шеберлері киіз үйдің ағашын жасайтын арнайы үйші деген мамандар болған ол кезде үй жасайтын. Отырау. Енді жүннен қандай бұйымдар жасалған? Сәндік қолданбалы өнер жаңағы өнерге байланысты жүннен қандай бұйымдар жасалған? Кім жауап береді? Қайта ғой. Жүннен киіз жасаған, кремчелер жасаған, және де неше түрлі маталар жасалған, және де көптеген киімдер жасалған, сәнді қолданбалы заттар, яғни кейбір көпшілік аяқ киімдердің ішіндегі терілері, ішіндегі жылу беретін жерлерін жүннен жасалған. Теріден
сұрақ ойланып отырамыз. Зергерлік бұйымдар металдар, түрлі металдардан жасаймыз едік қой, қолөнер бұйымдар. Сол металдар қандай бұйымдар жасаған? Металдар. Айтамын. Металдан білезік, жүзік, және де алқалар жасаған, сырғалар. Металдан тағы да қандай үйде темір тұрмыста қолданылатын темір бұйымдар бар ма? Темірден істелген. Айтамыз. Қасық, пышақтар, қазан, сосын шанышқы жасалған ожау, тағы да басқалар. Ожаулар, тұрмысқа қажетті. Сіздің жаңағы сосын тостақтар. Осындай бұйымдарды зергерлік бұйымдар жасаған, және де білезік, сырға, алға, шашбаулар, қазақта болармыз. Жаңағыдегі түрлі жаңағы қапсырмалар жасаған белге тағар. Сондай тұрмысқа қажетті барлық бұйымдарды түрлі түсті жаңағыдегі металдардан жасаған. Дұрыс отырамын, атпен отырамын. Жақсы, өте жақсы. Жаңа сұрағымның жауабы енді дұрыс жауабына қараймыз. Егер сұрағымыз дұрыс екен, соны көріп шығайық. Бірінші сұрақ бойынша, әр халықтың қол өнерінде өзіндік ұлттық сипаты бар дейді. Жаңағы Нұрай айтып кетті бізге. Әр халықтың өзінің жергілікті тұратын жеріне байланысты қол өнерінің әрқайсының өзіндік ою-өрнектерінің өзгеше болады. Өзбек халқынікі өзгеше болады, қырғыз халқынікі өзгеше болады оюлар. Сол сияқты әр халықтың өзіндік несі бар екен? Ұлттық ұлттың өзіне байланысты сипаттары, ерекшеліктері бар екен. Екінші сұрақ бойынша, бірінші сұрақ бойынша дұрыс жауап берді. Екінші, тоқуға қандай бұйымдарды, жаңағы тоқу өнерінің қандай түрлері бар дедік. Мысалға тоқу деген ұсынамыз. Тоқу дұрыс айтылды. Кілем тоқу, алаша тоқу, киім тоқу, тоқыма тоқу. Ал енді ағаш ою дейді. Ағаштан жаңағы әртүрлі бұйымдарды оюға көркемдеп, ағаш бұйымдарын ағаштан әртүрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасайды екенбіз. Зергерлік дегеніміз жаңа айтып кеттік қой. Түсінікті ғой, зергерлік бұйымдар. Сырға, білезік, жүзік деген сияқты. Тері өңдеу әдісі өте кеңінен қолданған. Тері аяқ киімдер, теріден жасалған тондар, тері киімдер, әртүрлі. Сүйектен жасалған сүйектердің ою-ойған киіз басу және тағы басқа кете береді. Тоқыма құралдары дегеніміз жаңағыдегі түсінікті болды ғой. Дұрыс жауап берді, ағаштан, теріден, металдан және әртүрлі тастардан жасайды екенбіз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы істелген осы сәндік қолданбалы өнер бұйымдары қай жерде қолданылады деген сұраққа суреттерін көріп өтейік. Мына жерде бірінші ағаштан, теріден жасалған ыдыстар. Екінші киіз үйдің ішкі жабдықтары. Сырма, текеме, кілем, сәндік қолданбалы бұйымдары. Одан кейін сәндік мынандай сырмақтар, одан кейін суретте шашбаулар, қашақтар, киіз үйдің ішкі жабдықтары. Және мынау зергерлік бұйымдар, көріп отырсыздар ғой, сырға, білезік, жүзік, алқалар, шашбау, осындай бұйымдарды жасайды екен. Яғни біздің қазақ халқының сәндік қолданбалы өнері өте дамыған, кең көлемде дамыған. Енді осы бүгінгі сабағымызда қыздар, осы тоқу тәсілдері мен техникаларымен танысамыз. Қазіргі сабағымызда осы тоқу ілмек ізбен соғу әдісін бүгінгі сабағымызда сараманды жұмыста осы тоқу әдісін тоқып шығамыз. Енді осы сарамандық жұмыс бастар кезде осы тоқуға қажетті құралдарымыз неге жаңағы көрсетіп өтейін. Тоқуға мынандай жіптер қажет. Демесе, өздерінде алып бермеймін. Тоқуға қажетті жіптер. Ал енді тоқуға қажетті ілмек біздер қазіргі заманауи, қазіргі заманғы дайын ілмек біздер қыздар. Бұл жерде ілмек біздердің төменгі мына жерде несі жаңағыдегі нөмірі белгіленіп қояды, нөмірлерін қояды. Осы жердегі нөміріне қарап отырып, жуан жіңішкелігін ажыратуға болады. Нөмірі 2 болса, ол жіңішке, нөмірі 5 болса, ол қандай болады? Жуан болады. Мына жерде темір майдалы жаңағыдегі кескету жаңағыдегі жіңішке жіптермен
мынандай ілмек біздер. Мына жерде соған қажетті пайда жүзді құрал-саймандар екен. Сендер сияқты оқушылардың жасаған бұйымдары, тоқыма бұйымдары. Ал не екен? Қыздар? Сендердің қыздардың тоқыма қалпағы. Ал мынау аяқ киімдерінде үйге киілетін байпақ. Мына қыздардың тоқыған байпақтары. Қазір өзіңден беріп қояйын, көресіңдер. Жіптерді көремін, ұстап көремін, жіптерді күчіктарды ұстап көреміз кәсібе. Мына жерде тұрып, шалудың бірінші әдісін көрсетемін. Яғни шалудың бірінші әдісі біз бос ілгектер алу, тізбек тоқу дейді. Яғни үлпілдек шалу тоқу. Мына жерде отырып, мен бір оқушының сыныбымен жүргенде шалу әдісін көрсетемін. Сендер сөйлеп отыратындар, сендер көрсетіп шығады. Бірінші шалудың бастаған кезде, мынау ілмек бізіміз, мынау жібіміз, иә? Бұл жіпті бірінші бастаған кезде қолға іліп аламыз бірінші міне, бұлай. Одан кейін үстіне алып барамыз, бұлай апарып. Орадым ғой, иә? Енді мына бірінші жіпті астынан өткізіп, екінші жіпті іліп шығамыз. Жайлап асықпай іліп аласыңдар. Іліп шығамда саусағымды шығарып жіберемін. Сөйтіп мына жіп сымға ілмек бізге ілінді ғой. Енді осы әдісті ары қарай жалғастырамыз міне. Ұстап тұрып қолменен үлпілдек шалуды бастаймыз. Мына ілмекпенен мынаны жіпті, саусақтарға жіпті іліп шығара береміз біртіндеп. Шығардың ба? Мына бұл жұмыс дейді, бұлай. Мына бұл бірінші саусақ тіке ұстап тұрады, ал мына екі саусақ мына жіптерді түбінен ұстап тұрады. Е? Араларында бұрын тоқылғандарында болуы мүмкін, тоқып жүргендерінің. Өстіп, мына шалысты тоқи береміз. Бұл үлкен етіп тоқисыңдар. Осы шалыс, үлпілдек шалысты тоқып шығамыз. Осы топ тоқи береміз, осы. Бұнда екінші топқа тоқып шығамыз. Мына шалуды қолымызға саусақтарымыз. Жіпті іліп аламыз. Ілмекпізбенен бірінші жіпті кіргізіп, екінші жіпті іліп шығамыз. Сөйтемізді саусағымызды жіптің ішіне шығарамыз. Шықты ғой. Енді сұқ саусағымызға ұзын жіпті іліп қойып, мына екі саусақ береміз. Түбінен ұстап тұрамыз. Ілмек бізді енді мына орап ала береміз. Орап алдыңыз. Жайға көрсетейін. Жай көрсетейін. Алға жалғасып көрсетейін. Сен жүрін жоқ па? Бастай береміз. Жіптерімді, ілмектерімді аламыз. Қайсетейін. Мама? Бірінші шалуды бастауды өзің бастауына. Өзің бастадың ба? Дұрыс. Мына жақтан өткіземіз. Мына жақтан. Жоқ, мынаны мына жаққа өткізіп жібереміз былай қарай. Иә? Содан кейін бар, мен мынаны өткізіп жібереміз дағыны, мынадан аламыз. Мынаны ішінен шығарып аласыз бері қарай. Роза. Енді мынаны төмен ұстап тұр. Екі саусақпенен төмен ұстап тұрамыз. Енді іліп ала береміз. Ұстап тұрсай, төмен ұстап тұрмыз, иә? Мынау жіп тұр, ұзын жіп. Мынау ілмек бізбен тек қана іліп ала береміз бұлай. Бұлай іліп алдық. Толып аласың. Алдың ба? Алып отыра бересің. Мына екі саусақ, мынаны қысып тұрады. Ажар. Иә? Так.
Dürüst isteydi. Toqып ketma, dürüst ba? Toqıgan кезде бірдей qilib toqıymiz kızlar. Bireyin uzun, bireyin qisqa qilmay, ölçemlerini бірдей qilib alamız. Mына жерлерің үлкен болып кеткен, мына жерлерің қысқа болып қалған. Үлкен болып кеткен соларын бәрін бірге алып аламыз. сантиметрдің көлемінде тоқып аламыз. Ілмегімізге аламыз. Sütümüzü tümden ıslap turamız. Samsaklı kırgızıyemiz bulay. Kolunu aynaldırasın. Осы мына екі саусақпенен мына түбінен ұстаймыз, енді тек қана мынау ілмек біз жұмыс істейді. Іліп алып, мынаның ішінен шығады. Іліп алған кезде шалқайып тұрады. Ал мына кесік көзге жақындаған кезде не істейді? Еңкейтеміз. Бұлай айналдырып тұрамыз да ілмекті. Шалқайып тұр, еңкейеді, ішіне шығады. Осы мына саусағымды мынаны жылыштамыз түбіне қарай. Бұттылық ұстап алып саусақ. Мына саусақтар қысса да түбіне қысса еді. Мынау бүйтіп тұрады. Мына біреуді ғана тұрады да саусақтың. Мына саусақпен екеуін ұста. Мына саусақпенен, мына саусақпен мынаны қысып тұр. Мынау мияқта тұрады. Астында. Мына екеуімен қысамыз саусақпен. Мына екеуімен қысамыз бұлай. Мына екеуімен мияқты қысып тұрасың да, мына екеуімен түбін ұстап тұрасың. Енді ілеміз. Енді мынау қолымыздың арасы алшақтап кетті мынау. Мына екеуін мына түбіне жақындат. Әсел тоқып тұсамыз. Дұрыс. Қыздар түсіндік қойы біраз. Үлгеріп айтқан қыздар үлгеріп басын. Үлгеріп қойған қыздар. Қыздар енді мына екінші шалысқа бастаймыз. Екінші шалудың бұл қандай шалыс еді? Үлпілдік шалыс. Екінші шалыс, жай шалысты тоқимыз. Жай шалысты тоқимыз. Қазір көрсетіп жіберейін жай шалысты. Мынандай үлпілдікті шалып біттік қой. Осының бойына, осы тізілген тізбектің бойына жай шалысты тоқып шығамыз. Ол үшін мына жердегі шаштың өрімі сияқты тұр ғой мына жерде. Шаштың өрімі сияқты осы өрімнің біреуін тастап кетеміз түбіне. Екіншісінен бастаймыз. Мына өрімге кіргіземіз ілмекті. Кірді ма? Мынада екеуі тұр ғой. Мына саусақ үлкен саусақпен түбінен басып тұрасында ұстап. Сөйтіп, мына жерден түбінен ұстап, жіпті не істейміз? Алып шығамыз, міне. Ілмекпен іліп алып шығамыз. Сол кезде біздің ілмегімізде қанша жіп болды? 2 жіп болды. Осы 2 жіптен тағы біреуін шығарамыз. Сөйтеміз дағына мына саусақпен, мына 3 саусақпен біз ілмекті ұстап тұрмыз олай. Енді мына 2 саусақ бос тұр біздің, осы 2 саусақты іске қосамыз. Мынаны ұстап тұрамыз ол үшін түбіне. Ұстап тұрмын ба? Мынаны бүйтіп, мына жақтан кіргізіп, іліп аламыз. Сөйтіп, екеуін, қайтадан екеуінен біреуін шығарамыз. Қолды босаттым. Шығылғаннан кейін қайтадан ұстап тұрамын. Көрдік па? Енді келесісін іліп алайын. Мына жердегі мынау шашы өрілген сияқты өрім үлпілдектердің арасында біреулері қалып кетпеу керек арасында. Біреу. Бос жіпті қалдырмай тоқимыз қыздар. Қарап көресіңдер ғой. Жіп қалып кетпеу керек. Сол кезде мынандай шалыс шығады екен қыздармен. Шығып жатыр ғой.
бірнеше тоғыз жүйе анық көріну үшін сенде. Мінекей қыздар. Міне мынандай шалыс шығады. Осы шалысты қазір шалыс шығамыз. Иә? Түсінікті ма? Түсініңіздер, көргендер түсінбей қалсаңдар қайтадан сұраңдар менен. Екінші неден бастаймыз, екінші бесіктен бастаймыз. Біреуін жібереміз. Біреуін жібердің ба? Жібермедің ба? Біреуін қалдырмадың ба? Біреуін қалды ма? Шамалы жіпті алып қара. Мына шықпай қалмасын. Кейбір жіптерім ше, бір сыңға қап кетеді ішінде. Жіптерді толық алуға тырысасыңдар ғой, түгел алуға. Мына жерді ұстап тұрасың. Мына жерді ұстап тұр, мына саусақты ұстап тұрсың, мына саусақпен. Мына саусақ ше, мына екі саусақпен ұстап тұрамыз. Алдың ғой, кімнен жібересің болады. Алғанға дейін ұстап тұрасың. Неден андай үлпілдектер қалып кетпеу керек арасында. Біреу қалдырдың ба? Не жерде? Біреу қалдырмасаң болмайды. Зорлы. Бір үлпілдек қалдырдың ба арасына? Не жерде? Жай жалыс па? Айтамыз енді қалады. Не жерде бір үлпілдектен қалдырып кетеміз арасына? Не? Екіншіден бастаймыз. Жай жалыс. Арасында үлпілдектерін қалып кетпесін. Үлпілдектің ішіне ілмекті енгіземіз, шығамыз, иә? Шыққаннан кейін осы екеуінен біреуін аламыз. Сенің мына жіптерің не болған андай? Біреуі қап кетіп жатқан жоқ па? Ішінде толық алынбай жатқан жоқ, алынмады ма? Егер мына шықпай жатса, мынаны алған кезде мына жерде өтіп аламыз ғой үлпілдектің ішіне. Алған кезде бізде көптеу алады деп тартыңқырады да. Шлейді тартып жүрме, орташа аласың. Сол кезде шықпай қалмайды дейсің.
Бүгін береміз. Бірінші қатарға аяғына шейін барған болсақ, екінші қатарға кім барды, аяғына шейін кім барды? Нұрлылары ма? Енді тағы ары қарай көрсетуге екінші қатарға қалай өту керек көрсетемін қыздар. Нұрлы, мына жерде нұрлы бірінші қатарға жаңағыдай үлпілдектердің бәрін шалып шықты ғой, үлпілдекте жай шалыспен. Қыздар үлпілдекті мынандай бір қатарға шалып шықты бәрін. Осыны шалып болғаннан кейін енді екінші қатарға өтеміз. Бұл кезде былай қарай қайтамыз, артқа қарай қайтамыз ғой. Сол кезде не істейміз? Мына жерден бір үлпілдек шалу аламыз. Мына жерден бір үлпілдек шалуды алып жібереміз былай. Алдым ғой мына жерден, не? Бір үлпілдек шалуды алдым. Енді қайтадан мына жерден екінші қатарды тоқып кете береміз. Түбінен алмаймыз ғой. Екінші үлпілдектен алып кете береміз, екінші тесіктен. Алып кете береміз. Сен екінші қатарға келдің бе сенде? Екінші қатарға келдің. Екінші қатарға келген кезде бір мәрте үлпілдек алады екенбіз, яғни бір үлпілдек шалып қатардан не аламыз, бір неге көтереді екенбіз. Тағы бітті бірінші қатар. Әселде бітті бірінші қатарды. Сен де екінші қатарға өтеуісің бұл. Мен жерден бір үлпілдек алып, екінші қатарға қарай бастап кетесің. Сен әлі düşünemedin mi? Қолдарым қандай істеген екенді, қолдарымды қалай шалғанға ыңғайлы өздеріне соны істей өздеріне болады. Ілмек бізді қалай ұстаған өздеріне ыңғайлы, жіпті қалай ұстаған ыңғайлы, сол бойынша ұстай берулеріне болады ыңғайлы. Оқыған кезде қыздар шалуды бірге тығып аламыз. Біреуін ұстағанымыз бірге тығып алуға тырысамыз. Мына жерден мынандай ұстап тұрған астыңғы жағын. Соны екі саусақ не істейді, екі саусақ? Қызмет ұстап тұрады. Өзіне ыңғайлы. Ал қыздар енді істеген жұмыстарымызды кім қаншалықты дәрежеде істеді көрейік. Бүгінгі қазір шалу әдісінде үлпілдек шалу менен жай шалысты тоқып үйрендік. Қазір қыздардың істеген жұмыстарын көрсетіп жіберейік. Бүгін мына жерде Нұрай міне бірінші үлпілдек шалыспенен жай шалысты жақсы меңгеріп шықты, тоқып шықты. Қандай керемет, өте жақсы. Аружанның жұмысын көреміз. Аружан енді шамалы жібі жіңішкелік болып жатыр, әйтпесе бұлды жақсы тоқып қойып еді. Міне бірінші үлпілдек шалуды меңгерді, екінші жай шалыстың жартысына шейін келіп қалды. Жақсы. Дұрыс, өте жақсы. Үйде тоқып жалғастырамыз. Мына жерде шұғыланың да жұмыстары өте жақсы, бірақ шамалы мына жерде жіптерді не істепті? Қыздар жіптерді біреуін үлкен, біреуін кіші айтып алып қойыпты. Әйтпесе басқа жағы өте жақсы, дұрыс. Розаның жұмысын көреміз. Розаның жұмысы да өте керемет, жақсы міне. Бірінші, екінші үлпілдек шалумен жай шалысты толық
Оқып үлгеріпті. Біздің Ақбереннің жұмысын көреміз. Міне Ақбереннің жұмысын көрдіңдер ме қыздар? Қандай керемет. 1-2 әдемі тоқылған. Жай шалыс пен үлпілдек шалыс анық көрініп тұр. Міне Нұрлының жұмысы да өте жақсы, дұрыс. Нұрлы да жақсы жатыр. Нұрлының сабаққа бүгін жауап берген жауабы да өте жақсы. Көркем Кәусардың жұмысын көрді ме қыздар? Кәусар 3-ші қатарға өтіп кетті қазір. 3-ші қатардың тоқымады, өте жақсы. Бізде Гүлімнің жұмысы да өте жақсы. Қазір қараңдаршы қандай керемет өрнек шығып жатыр. Көрдіңдер ме? Жақсы, өте жақсы. Бізде Омираның жұмысы, Омира сәл-сәл екінші шалысты енді меңгеріп жатыр. Шамалы. Бірінші шалымды жай шалысты меңгерді, енді екінші шалысты меңгеріп жатыр. Үйде тоқиды. Әселдің жұмысы да өте керемет, қандай тамаша, әдемі өрнек шығып жатыр қыздар. Енді осы тоқылған шалысты, үлпілдек шалыс кейге барған соң тағы да бір қайталап тоқып, қолдарымен үйретесіздер. Содан кейін екінші жай шалысты тоқып, жаңа келген жұмыстарымды, жіптерімді көп көлемде тоқып келесіздер. Сонымен қыздар, жұмыстарымызды алдымызға қоямыз. Сабағымызды қорытындылаймыз. Бүкіл сабақтар өте жақсы, керемет. Бүкіл сабақтарыңызды еске түсіріп кетейік. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, тоқыма бұйымдарын атаңдар. Кім жауап береді? Сұраққа жауап бермеген қыздар жауап береміз. Шұғыла. Қандай тоқыма бұйымдары бар? Бізде қазір тоқыма жіп, ілмекпіз. Тоқыма материалдар емес. Тоқыма қандай бұйымдардан тоқыма бұйымдар бар? Осы жерде өздерінің үстерінде бар ма? Өздерінің үстімізде. Қалпақ, жилет, салфетка. Және тағы басқалары бар. Толықтырамыз, Және сәнді қолданбалы өнерге шәйнектің астына қоятын бұйым. Ол болса шәйнек жабыспайды, және де күймейді. Қалпақтар, жастықшалар, аяқ киімдер, байпақтар, носкилер деп айтамыз, шындықтар. Олардың бар тоқыма бұйымдарына жатады. Екінші сұрақ. Тоқу өнерінің қандай түрлерін білесіңдер дейді. Кім жауап береді қазір? Просто жауап береді. Тоқу өнерінің қандай түрлерін білесіңдер? Тоқу өнерінің. Жай шалыс, үлпілдек. Үлпілдек шалу, жай шалу, таяқ шалу. Осындай түрлері бар екен. Тоқу өнеріне қандай материалдар қолданылады дейді. Айта қоясыз. Оған ілмекпіз, және де тоқымасын, және де ілмекпіз, тоқымасын, және екінші тоқыма және айтпаймыз ғой, неге айтамыз? Жіптер түрлі түсті жіптерді қолданылады екенді отырау өте жақсы, дұрыс. Сұрақтарымыздың жауабы. Қыздар бүгінгі сабақта өте жақсы жауап бердіңдер, өте керемет, жақсы. Жұмысты өте жақсы меңгеріп деп ойлаймын. Жаңағы тоқылған бұйымдарымды ары қарай жалғастырып үйде қолдарымды жаттықтырып, осыны үлкен көлемде тоқып келесіңдер. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі оқушылардың сабаққа өте жақсы қатысып отырған оқушыларыма үлкен алғысымды білдіремін.